Қашаған құбырының теңіз бөлігіндегі зерттеу жұмыстары мамыр айында аяқталады. Бұл туралы бүгін парламенті мәжілісіндегі үкімет сағатында мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин мәлім етті. Сәуір айында құбырдың теңіз бөлігіндегі 25 нүктесінде зерттеу жүргізіледі, алайда бұл тек мұз ергеннен кейін мүмкін болады, деді министр. Естеріңізге салсақ, өткен жылдың күзінде мұнай өндіріле бастаған Қашаған кен орнының құбыр инфрақұрылымында біраз проблемалар анықталып, жұмыстар уақытша тоқтатылған. Ведомство басшысының айтуынша, бастапқыда зерттеу жұмыстарының аяқталуы наурызға жоспарланғанымен, қазір бұл мерзім өзгерді. Өйткені теңіз жағындағы құбырларда ақау бар деген болжам бар. Сондықтан аталмыш кен орнындағы нақты қашан болатыны, мұндай өнеу жұмыстары жалғасатын әзірше белгісіз, деді Қарабалин. Прибор жіберіп, сол жағы жарықтар бар ма жоқ па соны қарау керек. Бұл тек қана бар болуы мүмкін екендігін көрсетеді. Енді бірнеше жерлерде теңіздің астында жерінде сондай ақау болуы мүмкін деген, енді ол жерді ашып, жаңағы ультра дыбыс приборларымен дұрыс анықтау керек. Оған бүгін теңіздің бетінде мұз болғандықтан жұмыс жасалмай жатыр. Сондай-ақ үкімет сағатында мұнай және газ министрі депутаттардың көптеген сауалына жауап берді. Мысалы, 4-ші мұнай өңдеу зауытының салынуына байланысты қазір бірнеше нұсқау үкімет деңгейінде талқыланып, елбасының қарауына жіберілген. Ал Астанаға газ тарту мәселесіне Қарабалиннің айтуынша кем дегенде 1 миллиард доллар қажет. Сондықтан экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі жобаны тым қымбат деп танып, оны іске асыру мерзімі кейінге шегерілді.